Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен үй жағдайында жасалатын песочный печенье істеймін. Сіздер де бірге жасап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Ол үшін бізге 200 грамм ұн керек, және міне 1 қасық разрыхитель керек. Араластырып аламыз. 100 грамм қантымыз керек. Және 150 грамм майымызды саламыз. Барлығын бір-бірімен біріктіреміз. Майымызды әбден сақталу керек. Қолға белгілі болады өзі. Сол кезде барып жұмыртқамызды саламыз. Үйге қонақ келгенде балаларға жасап қойсаңыздар, әдемі. Уақытты алмайды, тез дайындалады, тез піседі. Егер де осы рецепт бойынша печенье жасап көрсеңіздер, комментарийға жазып кетіңіздер. Жаңағы майымыз міне осындай болды. Енді арасында бар тағы. Соны қолымызбен араластырып жібереміз. Міне майымыз барлығы үгітілді. Енді осыған міне бір жұмыртқамызды ғана саламыз. Оны да араластырасыздар. Артық еш нәрсе қоспайсыздар. Міне, жаңағы майымыз барлығы осылай бірікті. Енді осы дайын болған нанымызды, тестамызды қоя тұрамыз. 1-2 минут тұрса жеткілікті. Ешқандай салафанға салудың қажеті жоқ. Міне, осындай жұмсақ болып тұр. Енді қазір осы нанымызды ысып аламыз оқтаумен. Өте қалың болмаймыз. Осындай қалыңдық жеткілікті. Енді ысып алған нанымызды көріп тұрсыздар. Енді осындай көлемде бір жағы ерек, екінші жағы тегістелген. Мен енді әдемі болу үшін ерек жағымен осы ысқан нанымызды басып шығамын. Үй жағдайында көбінесе шайға, қонақ келгенде жасаймын мен. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді, әдемі печенье шығады. Жан-жағындағы нандарды алып тастаймыз. Біздің жан-жағындағы нанды жинап алып, жұмсақ күйінде тағы да оқтауымызбен ысып жібереміз.
Енді бұдан да печенье жасаймыз. Қалған бөлігін қайттан жинап алып, тағы да асамыз. Осылай қайталай бересіздер, мына қолымыздағы қамырымыз біткенше. Үшінші бөлігін ыстым. Бұдан да бізде 2 печеньеміз шықты. Енді мынадан біреу жасай саламыз. Енді пешімізге салу ғана қалды. Оның алдында бүйтіп әдемілеп безендіріп жіберсеңіздер де болады. Макта себуге болады, өздеріңіздің қалауларыңызда. Осындай печеньеміз дайын болды, енді саламыз. Пергаментте қағазды аламыз. Осындай көлемде қиып аламыз. Міне осылай бір-бірден салып шығасыздар. Майға араласқаннан кейін асты да жабыспай әдемі болып піседі. Ал енді пешімізге саламыз. Міне үй жағдайында жасалатын осындай песочный печеньеміз дайын болды. Небәрі 20-25 минутта пісіп шығады. 180 градусқа қойсаңыздар. Міне ортасы осындай болған. Сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі деген керемет.